В общем, бізге кешкі асқа күріш басып жатырмын. Әрине, Алмат екеуміз ғана жейміз, сондықтан кішігірім болады. Ал мына жерде компот, жаңағы алмаларды жеп үлгере алмай жатырмын, сондықтан жартысынан компот жасаймын. Мына жерде әрине ыдыс-аяқтар тұр, мынау енді чайник, 2 банка и тағы да жаңағы табақтар әлі берген жоқпын, келіп алып кетемін дейді. Одан кейін бізде жиі свет өшіп қалғандықтан, өше бергендіктен бізде стирка әрине жиналып қалды. Тадам! Душымның состояниесіне мән бермеңіздер. В общем, мына жерде менде постоянно тряпка осылайынан тұрады, өйткені сүртіп тұрам ғой, сондықтан жаңағы паровойға кептіріп қоятын болам. О, мына жерде чупа-чупс жатыр. Опа! Чупа-чупс табам. Бана кірді, стиркаларды сорттап, киімдерді сорттап жатқан кезде түсіп қалған болу керек Алматтың қалтасынан. В общем, мінекей стирка менде. Осыншама стирка менде толып жатыр. Неліктен? Өйткені жиі свет өшіп қалып жатыр, сондықтан жаңа өзіңе сенімді емессің да, стирканы қоссам ба, қоспасам ба деп, сонымен бүгіндікке қостым, 2 рет қостым. Өшсе өшсін, басқағысын, в общем, қостым. Ана жерде бұрышта менің заттарым тұрады, осы жерде. Менке, ал мына жерде белизна барлық осы жерде тұр. Пока осы жерде тұр. Кеше қолмен біраз нәрсе жуған болатын, содан кейін сол жерге қойып қойған болатын. Менке, светтің кесірінен осындай стиркалар жиналып жатыр. Менде шаң сүртетін тряпкаларда, жаңағы терезе сүртетін тряпкаларда мен кейін қолданып болғаннан кейін жуып қоям. Мынау менде қолданған болатын, тағы да жуу керек. В общем, мына жерге полка іздеп, біздің Саркемерден полка тапқан жоқпын. Негізі қалаға шыққан кезде мына жерге бір кішігірім полка алып қойсам ба деп отырмын. Өйткені мына жерде менің жаңағы косметикаларым тұратын. Сондықтан сіздерге алдын ала айтып жатырмын, неге мына жерге полка бірдеңке ұйымдастырмадыңыз деген сұраққа алдын ала жауап беріп жатырмын. Іздестірудемін мына жерге, өзім бір жаңа планым бар, соны істесем ба екен деп отырмын. Ол полка бұл жерде жоқ, Саркемерде қарадым, бізде енді ондай қатты выбор жоқ қой, енді бар полкалар, но выбор жоқ. В общем, осындай паровойға постоянно тряпкалар жайып қоям, постоянно. Кей кезде қолмен жуам, мындай нелерді қолмен жуып, жаңағы жайып қоям, немен кірсабымен жуып, осы жерге постоянно бос тұрмайды мына жер, негізі менде постоянно осы жерде әйтеуір бірдеңке жайылып тұрады әйтеуір. Мен тұрмын мынау деп па? Айнаны қараңыздаршы, не істеген мына баланың бар ғой, сатпал бар ғой. Мен түрімді көрініп тұрған жоқ, шын айтқанда. Барлықтарыңызға сәлем. Бұл бізде келесі күн стирка қосқан болатынмын. Үйге кешке дейін далада тұрды. Содан кейін үйге кіргізіп қойдым. Үйде әрине жақсы кебеді, өйткені үйдің іші жылы, далада негізі жылы, бірақ кейбір кеппей қалатын жерлері бар. Қалың киімдер мысалға кеппей қалады. Сондықтан үйге кіргізіп, үйде де біраз ұстап киімдерді, содан кейін барып жинастырып жатқан жайым бар. Бізде әрине свет жиі өшіп қалып жүр кейін кезде, сондықтан стирканы қоспай жүрген болатын, соның арқасында біраз киім жиналып қалған болатын. Мінекей енді стирканы бастап жатырмын.
Мына жерде енді мен майлықтарды жинастырып қоймақшымын. Бұл менде шаң сүртетін майлық. Мінекей жасыл майлық емес, ол бізде жаңағы ыдыс-аяқтың астына қоятын жағы коврик. В общем, оны кейін жуатын болам. Ол да таза, негізі бір шайып қою керек. Пока осының ішінде тұра тұрсын деп шештім. Мінекей осындай майлықтан менде 3 парадан негізі 3 парада 12 ма сондай үштігі бар. Мен бір парадан алып қойдым да осындай күнделікті пайдаланатын майлыққа айналдырдым. Көп жаңа ескі майлықтардың барлығынан жаймен арылып жатырмын. Әрине арасында сатып алатындарым бар дегендей. Сондықтан шаң сүртетін майлықтарды бөлек, жаңағы өзімнің қол сүртетін майлығым бөлек. Мынаны әтеге осындай қойып қоям коврикті, өйткені барлығы өстіп тығыз әдемі болып орналасады. Мына жерде енді мен елканы жинастыратын боламын. Әрине, жаңа жыл бітті, болды. Далада ешқандай жаңа жылдың иісі жоқ, болды. Көктем сияқты дала жып-жылы. Балалар негізі қалың жемпірмен, жаңағы толстовкамен ойнап жүр. Ешқайсысы куртка кимейді. Негізі куртканың да қажеті жоқ. Далада біраз ар-бер жүрсең, терлеп ыстықтап кетесің. Сондықтан елканы жинап тастамақшымын. Биылдыққа негізі жаңа жылды өте қатты сезінген жоқпын. Сондықтан ерте бастан жинап тастамақшымын. Мына жерде енді камерам жаңағы жерге түсіп қалыпты. Түскенде жаңағы штатив төменге қарай түсіп қалған. Сонымен кішігірім кесіп кішігірім осы жерге қойдым. Негізі біразы камераға жазылу керек еді. Камерам жерге қарай құлап қалыпты. Мінекей осылайынан негізі мен елканы пакетке жинап қоям, шаң болмас үшін. И контейнерде бізде жаңа жылдық ойыншықтар. Енді кухняға шығатын боламын. Әрине осы ыдыс-аяқ жуатын раковинаның астын жуатын боламын. Көптен болды осы раковинаның астын жумағалы. Сондықтан біраз қоқыстар жиналып қалған. Шаң жиналып қалған, солардың барлығын сіздермен бірге жинайтын боламыз. Мінекей қолыма қолуақ киіп алдым, өйткені мына жерде химиялық заттар көп. И жаңағы белизнамен сүртіп алмақшымын біраз нәрсені. Химиялық нәрсені химиямен жуған бір түрлі екен деп, в общем, барлығын солайына химиялық заттардың барлығын белизнамен бір сүртіп аламдағы. Және де шкафтың астын да белизнамен сүртетін боламын. Негізі мен туалетный бумаганы жиі қолданамын. Әр нәрсеге, любой затқа мен негізі туалетный бумаганы қолданған жақсы көрем. Негізі арзан туалетный бумага кеп қоям, соны любой жерге қолданам. Даже ыдыс-аяқ жуатын кезде де туалетный бумага қолданам. Өте қатты майлы заттарды соны туалетный бумагамен сүртіп алсаңыз, жұмысыңыз екі есе жеңілдейді. Негізі мен белизнамен көп нәрсені жуған жақсы көрем. Маған белизна жаңағы бактерияның бәрін өлтіретін сияқты көрінеді, иістерді жоятын сияқты көрінеді. Соны көбінесе мен белизна қолданам. Мына жерде міне өздеріңіз көріп тұрғандай көк резинкасын бұрын ұмытып кеттім дедім, осы раковинаны ашқан кезде. Оны әлі салған жоқпын. Астынан ондай қатты су ағып жатқан жоқ, соңғы мен салған жоқ болатынмын. Бұның астындағы жаңағы су ағатын шлангасы шіріп кеткен болатын. Соны ауыстырып
ауыстырдық. Видимо, жаздың күні күн осяққа активна түскендіктен, жақсы түскендіктен жаңағы шлянгасын құрғатып жіберген. Еще олардың шлянгасы жаңағы жұқа, әлсіздеу болып келеді. Соменен кеуіп кеткен. Оны мен жаңағы созып, жаңағы ішін тазалайым деп сындырып алған болатын. Енді есіктерді сүртіп алатын боламын. Әрине бұл жаңа есіктің айнасында сатпалдарды байқап қалдым. Бізде Алмат үлкен жігіт болса да, әлі де қолымен сипап өтеді жаңағы есіктерді. Сонымен сол Алматтың қолын іздері тұр екен. Соларды жақсылап сүртіп алмақшымын. Әрине жаңағы жақыннан қарасаң дақтарда пайда болыпты. Сол дақтардың барлығын жақсылап сүртіп алмақшымын. Сыртын осы сырт жағынан, кухня жағынан сүртіп жатырмын, өйткені шаң көп жиналады. Және де душтың есігін де сүртіп алатын болам. Душтың да есігі әбден ластанып кеткен. Мінеке барлығын сіздермен әңгіме айта отырып жинастырып алдым. Қазір сіздерге раковинаның астын көрсететін боламын. Барлығын жақсылап жинап, шаңын бәрін сүртіп алдым. Осылайынан барлығын жинастырып қойдым. Пакеттерін бәрін тастадым, өйткені майма бір бәле төгілген екен. Сонымен мусор тастайтын пакет жоқ. Видеом аяқталайын деп жатыр екен. Келесі кездескенше сау болыңыздар.